Hello everyone. To және for демеуліктерінің айырмашылығы қандай? Неге бұл сөздер жиі жаңылыстырады? Мысалы, неге She went to the shop to buy some milk? Дұрыс. Аудармасы ол дүкенге сүт сатып алу үшін барды. Ал She went to the shop for buy some milk дұрыс емес. Қай демеулікті қолдану керек екенін қайдан білеміз? It's interesting to me әлде It's interesting for me дұрыс бола ма? Бүгінгі сабақта білетін боламыз. Let's get started. To және for демеуліктерінің бірінші жағдайда қолданылуы reason and the purpose. To және for демеуліктерінің екеуі де бір істі не себепті жасайтынымызды айту үшін қолданылады. Мысалы, I need some money to take a taxi. Маған такси ұстау үшін ақша керек. Ақша не үшін керек? Такси ұстау үшін. To take a taxi. I need some money for a taxi. Маған таксиге ақша керек. Ақша не үшін керек? Таксиге керек. For a taxi. Мұндағы take етістік verb болғандықтан to қолданылады. Ал екінші сөйлемде a taxi noun, яғни зат есім болғандықтан алдына for демеулігі қойылады. Яғни to демеулігі infinitive-пен қолданылады. Infinitive дегеніміз етістіктің негізгі түрі. Мысалы, go, come, read, study, eat деген сияқты етістіктер. Мысалы, they moved to the city to find better jobs. Олар қалаға жақсырақ жұмыс табу үшін көшті. Не үшін көшті? To find better jobs. Жақсырақ жұмыс табу үшін. Find етістік табу деп аударылады. To finding, to found деп қолданылмайды, ол қате. Ал moved, move етістігінің өткен шақтағы түрі. Ал for зат есіммен қолданылады. Noun дегеніміз зат есімдер. Мысалы, book, table, paper, pen, pencil. Мысалы, he bought a new laptop for his work. Ол өзінің жұмысы үшін жаңа ноутбук сатып алды. Ол не үшін жаңа ноутбук сатып алды? Өзінің жұмысы үшін. For his work. Work зат есім. Сондықтан for демеулігін қолданамыз. Ал bought buy етістігінің өткен шақтағы түрі. Buy сату, bought сатып алды. Сонымен жалпыға ортақ қателіктерді айтып өтейін. I came here for see you. Емес, I came here to see you деген дұрыс. Мен осында сені көруге келдім. Ал see етістік. Етістікпен біз for демеулігін қолданбаймыз. I saved money for buy a new car. Емес, to buy деген дұрыс. I saved money to buy a new car. Мен ақшаны жаңа көлік сатып алу үшін жинадым. Saved, save етістігінің өткен шақтағы формасы дұрыс етістік, сондықтан ed жалғанады. Function. Заттың қызметін не үшін қолданылатын айту үшін for ing керек болады. ing-ді етістікке жалғаймыз. Мысалы, this tool is for fixing cars. Мына құрал көліктерді жөндеуге арналған. Не үшін арналған? Жөндеуге. For fixing. Fix жөндеу деген мағынаны білдіреді. ing-ді негізгі етістікке жалғаймыз, яғни fix етістігіне жалғаймыз.
Тағы бір мысал. A pen is for writing. Қалам жазуға арналған. To writing деу қате болады. Write етістігіне ing жалғадық. For writing. Жалпыға ортақ қателіктер. I work hard for improving my English деген сөйлем қате болады. I work hard to improve my English деген дұрыс. Мен ағылшынымды жақсарту үшін көп жұмыстанудамын. Өзіміз бір нәрсені не үшін жасайтынымызды түсіндіру үшін for ing-ді мүлдем қолданбаймыз. I shop online for saving time деу қате. I shop online to save time дұрыс сөйлем болады. Мен уақытты үнемдеу үшін онлайн сатып аламын. Ал destination баратын жерді білдіру үшін to қолданылады. Мысалы, I am flying to Астана tomorrow. Мен ертең Астанаға ұшамын. To Астана деген дұрыс болады, ал for Астана деген қате болады. Арман is going to the park. Арман паркке бара жатыр. To the park. Паркке. For the park деу қате болады. Ал келесі жағдайдағы қолданылуы. To демеулігі recipient ретінде қолданылса, for демеулігі benefit ретінде қолданылады. Яғни, recipient істі, затты және ақпаратты қабылдаушы адам. Сол үшін to қолданылады. Мысалы, he sent an email to me. Ол маған электрондық хат жіберді. For me деу қате болады. To me маған жіберді. Маған қарай. For benefit адамға пайда әкелу мағынасындағы for үшін арналған болып аударылады. Мысалы, my sister baked a cake for me. Менің әпкем маған арнап торт пісірді. Көпшілігімізді жаңылыстыратын сөйлемдердің бірі it's interesting to me бола ма, әлде it's interesting for me деген дұрыс па? To демеулігі қолданыла ма, for демеулігі қолданыла ма деп ойланамыз. Негізі екеуі де қате емес, бірақ мағынасында кішкене айырмашылық бар. To me менің ойымды білдіруім. Мысалы, it's interesting to me that he speaks 5 languages. Маған оның 5 тілде сөйлейтіні қызық. Бұл менің ойым, көзқарасым. Ал егер маған оң немесе кері әсері, пайдасы болған жағдайдағы мағынада айтсақ, for me қолданылады. It's interesting for me to practice speaking Turkish with native speakers. Маған ана тілінде сөйлейтіндермен түрікше сөйлесіп жаттығу қызықты. Яғни, мен үшін оң әсер етеді, пайдалы деген мағынада келіп тұр. To you, for you, to us, for us деп басқа есімдіктермен де айтуға болады. Ал енді білімізді тексеріп көрейік. I do exercise, reduce stress. To қойылама, for қойылама. I do exercise to reduce stress. Мен стрессті азайту үшін жаттығу жасаймын. Reduce етістік болғандықтан to қойылады. She went to the doctor, get a check-up. To қойылама, for қойылады ма? She went to the doctor to get a check-up. Ол дәрігерге тексерілу үшін барды. Get етістік болғандықтан to қоямыз.
I went to the shop, bread. I went to the shop for bread. Мен дүкенге нан үшін бардым. Bread зат есім болғандықтан for қолданылады. Айжан is going the cinema. Мұнда to қолданылады ма, for қолданылады ма? Айжан is going to the cinema. Айжан кинотеатрға бара жатыр. Себебі баратын жерге to қолданылады. Do you want to go to a coffee shop? Breakfast. Do you want to go to a coffee shop for breakfast? Сіз кофеханаға таңғы асқа барғыңыз келе ме? Breakfast зат есім. Kitchen scissors are cut foods. Kitchen scissors are for cutting foods. Ас үй қайшысы тағамдарды кесуге арналған. For cutting болады, себебі қайшының не үшін қолданылатынын айтып тұр. Ал cut етістікке ing жалғанған. Arman gave the book you. Arman gave the book to you. Арман кітапты саған берді. To қолданылады, себебі қабылдаушы мағынасында айтылған.